Aydın Cekenoğlu. Apaydan da kalmasa falan. Takımın futbol oyunlarının teknikası. Futbol әлемдегі ең танымал және қуатты спорт түрі. Бұл екі ойынның команда арасында болады. Әр командада 11 ойыншыдан болады. Футболдың мақсаты қарсы команданы қақпасына допты енгізу, яғни гол салу. Оның жеңісі көп гол салған команда жеңіске жетеді. Мақсаты допты қабылдау, өңдеу және жетілдіру. Екінші, допты қорғау және қарсыластың шабуылдарын тоқтату тәсілдерін игеру. Үшінші, ойыншының жылдамдығы және реакциясын дамыту арқылы тиімді ойнау. Міндеттері тәрбиелік, айналасындағы ұйымдастырылған қарсы жеке қасиеттері жетілдіруге ұйымдастыру, топтық ұйымдастырылған және ойынның өзі тәртіпке салу, тәрбиелеу, еріксіздік қасиеттерін жетілдіру және өз-өзін бағалай білуге. Білім беру, футболдың шығу тарихын таныстыру, ойынның ережелерін үйрету, оқушыларға футбол ойынының туралы теориялық білім беру, сайыстары өткізу, ережелерімен таныстыру. Дамыту, тұлғаны жылдамдылыққа, қозғалысқа сақтау, орналастыруға және басқа да жағымдылық қасиеттерін жетілдіру. Төзімділік, өз-өзіне және қасиеттерімен сонымен қарау. Топтық жұмыстық ұйымдастыру және сынып ынтымақтылықты, атмосфералықты құруды, оның іс жүзіндегі жетілдіру. Бағдарламаның тиімділігі, уақыт талабымен сәйкес жеке тұлғаны қозғалыс координациялық жетілдіру, қиын мәселе бағыттағы футболды үйрету, құрылымы мен мазмұны ойынның барынша жылдамдылықпен және нақты қозғалысты жүзеге асыру, бағыттағы мінез қалыптастыру, тәрбиелеу, сабақтағы тыс білім беру жүйесі, футболды үйрету жүйесі, оқушыларды жеке қабілетін айқындап жетілдіре отыра, оны әр түрлі қимылдар мен жылдамдылыққа түрлі қырынан дамытуға бағытталады. Бағдарламаның ерекшелігі, оқушыларды топтасып арқылы жұмысқа білім беру бағытталуын, ол бағдарламаға енгізетін негізгі ең бағыт алады. Алдымен футбол ойыншының тұлғаның ерекшеліктері ескере отырып тәрбиелеуге. Екінші, әр тәрбиеленушінің өмірге көзқарасы, жағдайларын шешу белгісі есепке алынады. Баланың жеке қасиеттері табиғи, физикалық және психологиялық қасиеттерін білдіру талап етеді. Бағдарламаның жаңалығы, оқушылардың топтасып арқылы жұмыстық білім беруге бағытталуында, ол бағдарламаға енгізіледі. Негізгі екі бағытта алады. Адамның футбол ойнаушының тұлғалық ерекшеліктері ескере отырып тәрбиелеуде. Екінші, әр тәрбиеленушінің өмірге көзқарасы, жағдаяттары шешу білесі есепке алынады. Баланың жеке қасиеттері табиғи, физикалық және психологиялық қасиеттерін білуді талап етеді. Бағдарламаға 12-15 жас балаларға арналған. Оқушыларының пәндік қызығушылығы, бірінші техникалық. Оқушыларының жаттығу ойындағы мектепшілік, аудандық футбол сайыстарға қатысуында. Интеллектуалдық, оқушылардың ойынша сараптама жасаумен, арнайы әдебиеттерді оқумен.
оқушылардың білім біліктілігімен қойылатын талаптар. Бірінші, жылдық аяқталымнан кейін оқушы білу керек. Футбол ойыны ережелер, ойыншының құқығы мен міндеттерін, футболдың шығу тарихын, ойын тактикасы туралы негізгі түсінік орындай білу керек. Алға білімдерін практикалық қолдан білу, оны барысында дұрыс шығарылғанның уақыты үнемдеу, назарларын оның қажеттігі әрекеттерін дұрыс ұйымдастыра білу, футболдың күштірек ойнау. Қорытынды келе футболның ойынның техникасын, бұл ойыншының шеберлігін дамыту, команданың жеке мақсатын қамтамасыз ететін негізгі фактор. Техникалық өңдеу, егері, допты қабылдау, қорғау және пас беру сияқты негізгі футбол ойынның болу үшін өте маңызды. Футболдың техникалық өнімін жақсарту ойынның дұрыс шешімдерін, жылдамдылықты және дәлдікті арттырады. Сондықтан ақ командалық шеберлікті тиімді. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Алматы қаласы Жетісу ауданы Сүйінбай атындағы нөмірі 143-ші мектеп лицейдің көркем еңбек пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Алжанбаева Нұрбану Тұрарбекқызы. Авторлық бағдарлама тақырыбы: этностильдегі заманауи зергерлік бұйымдар жасау әдістері мен түрлері 8-9 сыныптарға арналған. Бағдарламаның мақсаты: этностильдегі заманауи зергерлік бұйымдар жасау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттыру. Міндеттері: этностильдің негізгі ерекшеліктерін үйрену, заманауи зергерлік бұйымдар жасау әдістерін меңгеру, түрлі материалдармен жұмыс істеуді үйрену, қолөнер техникасын игеру, заманауи технологияларды қолдануды үйрену, шығармашылық қабілеттерін дамыту, эстетикалық талғамын қалыптастыру, кәсіпкерлік дағдыларын дамыту, пәнаралық байланыс, яғни тарих, өнер, технология пәндерімен тығыз байланыстары бар. Кәсіпке бағдарлау: оқушылар зергерлік бұйымдар жасау арқылы кәсіпкерлікке алғашқы қадамдарын жасай алады. Сабақта қолданылған әдістер: тәжірибелік жұмыс жасау, жоба құрастыру, топтық жұмыс жасау, презентация жасау. Оқушы білуі керек критерийлар: этностильдің ерекшелігін білу, қолданылатын материалдарды білу, заманауи зергерлік бұйымдар жасау әдістерін білу, қолөнер техникасын білу. Авторлық бағдарламаның бағыты: бұл бағдарлама этностильдегі зергерлік бұйымдарды заманауи дизайнмен үйлестіруге бағытталған, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, ұлттық мәдениетке деген қызығушылықтарын арттыру және кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастыруға арналған. Жаңалығы: заманауи технологияларды қолдану арқылы қолөнер өнерін жаңаша көзқараспен қарастыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама барысында оқушылар өздерінің жеке стильдерін табуға және оны дамытуға мүмкіндік алады. Өзектілігі: бұл бағдарлама қазіргі заманғы қоғамда ұлттық мәдениетті сақтау мен оны жаңғырту қажеттілігіне жауап береді. Этностильдегі зергерлік бұйымдар жасау арқылы оқушылар ұлттық мұраға деген сүйіспеншіліктері арттырады. Авторлық бағдарламаның уақыты аптасына 1 сағаттан жалпы 1 жылға 34 сағатқа берілген. Бағдарлама 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім этностильдегі зергерлік бұйымдардың негіздері 6 сағатқа берілген. Екінші бөлім зергерлік бұйымдар жасау әдістері 6 сағат. Үшінші бөлім зергерлік бұйымдар әрлеу және техникасы 6 сағатқа берілген. Төртінші бөлім зергерлік бұйымдар сату және маркетинг 6 сағатқа берілген. Бесінші бөлім зергерлік бұйымдардың экологиясы мен қолөнері 10 сағатқа берілген. Күтілетін нәтиже: этностильдердің ерекшеліктерін меңгереді, заманауи зергерлік бұйымдар жасау әдістерін меңгереді,
түрлі материалдармен жұмыс істей алады, қолөнер техникасын игереді, шығармашылық қабілеттерін дамытады, эстетикалық талғамын қалыптастырады, кәсіпкерлік дағдыларын дамытады, жеке шығармашылық жобасын жүзеге асырады. Жалпы авторлық бағдарламамен бірге мен пән мұғалімдеріне көрнекілік ретінде өзімнің осы тақырыпта жасалынған авторлық каталогымның электрондық түрін ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Жұбаныш ағай, келесі слайдты ұсаңыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Алматы облысы Іле ауданы Нұрғиса Тілендиев ауылы номер 26 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Алиасқарова Назгүл Кадырбайқызы. Менің бүгін сіздерге ұсынайын деп отырған бағдарламамның тақырыбы ұлттық құндылықтар 5-ші орыс сыныптарына арналған. Енді бағдарламаның мақсаты қазақтың салт дәстүрлерін оқушыларға дәріптеу, балаларды ата-бабаларымыздың дүние танымын қастерлеуге, дәстүрімізді дәріптеп, салтымызды сыйлауға үйрету. Өз елінің тарихын, мәдениетін жақсы білуге, оны құрметтеуге, әрі оны насихаттауға баулу. Мангүл апай, дауысын өшіріп қойсаңыз. Міндеттері балаларға жас ерекшеліктеріне сай қазақтың ұлттық дәстүрлерін, тапсырмалар жүйесін пайдалану арқылы меңгерту, қазақ елінің дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының ұлттық қалыптасуына әсерін көрсету. Сондай-ақ дәстүрлі мен әдет-ғұрыптардың қазақ халқының қазіргі өміріндегі маңыздылығын ұғындыру. Енді авторлық бағдарламаның өзектілігі. Қазіргі таңда техниканың уақыт санап дамып келе жатқан заманда баланың жан-жақты дамыған тұлға ретінде қалыптасуына әрине отбасының әсері өте аз десек те болады. Сол себепті осындай бағдарламалар әзірлеу арқылы, мектепте қосымша сабақтар өткізу арқылы, ол сабақтарды үйірме ретінде қосымша тыс өткізу арқылы біз балаларды біріншіден білімін көтеруімізге болады, жан-жақты білім беруімізге болады, сондай-ақ мектептің тәрбие жұмысына да өз үлесімізді қосуымызға болады деп ойлаймын. Бағдарламада қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында өзге ұлт өкілдеріне ұлттық құндылықтар мен әдеби мұраны пайдалану жолдары мен әдістері қарастырылады. Енді өздеріңіздер көріп отқандай, менің авторлық бағдарламамда 34 сағатқа негізделген, онда осы қазақ халқының келесідей әдет-ғұрыптары берілген. Енді осы әдет-ғұрыптарды мен тек қана бермей, оны 6 топқа бөліп қарастыруды, бөліп үйретуді жөн көріп отырмын. Мына жерде қарап отырсаңыздар 6 топқа бөліп отырмын. Бұны енді оқушылардың өздеріне де сол кезде сабақ беру өткізу барысында да бөліксеңіздер болады, топтастырсаңыздар болады. Бірінші сыйлықтарды ұсынумен байланысты дәстүрлерді, қандай дәстүрлер жатқан екенін балаларға ұғындырып өтсек жақсы болады. Келесіде өзара көмекке байланысты дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, мысалы астар жасау деген сияқты, мысалы қазір керек, мысалы өмірмен байланыстырып өтсек те болады екен. Келесі қонақ күтуге байланысты салт дәстүрлер, ұмытылып бара жатқан ерлік десек те болады, бұрынғы қонақ кәде айту деген сияқты әдет-ғұрыптарымызды осыған жатқызып отырмыз. Енді 4-ші топқа баланың тууымен және тәрбиесімен байланысты дәстүрлер, бұл жерде жаңағы кіндік шеше, құлақ кесу деген сияқты әдет-ғұрыптарды жатқызып отырмыз.
Келесіге неке құруға байланысты дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, босаға майлау, қыз ұзату, бет ашар деген сияқты әдет-ғұрыптарды осыған топтастыруымызға болады екен. Және де соңғы бөліп өзім ерекше тоқталып кететінім қазақ халқының ежелгі әдет-ғұрыптары, қазіргі кезде ұмытылып бара жатқан әдет-ғұрыптарды балалардың естеріне салып түсіріп, осындай дәстүрлеріміз болған екенде атап өтуге дұрыс деп жөн көріп отырмын. Мысалы, араша түсу, аузына түкіру деген сияқты жаңағы бастаңғы жасау, осылардың барлығында оқушыларға жете анық түсіндіріп кетсе дұрыс болады деген ойда едім. Енді осы бағдарлама арқылы, өзімнің осы сабағым арқылы балаларға нені үйретемін және қандай нәтиже күтуге болады деген десек, өзге ұлт өкілдері, әсіресе қазақ жерінде тұрып жатқан оқушылар, балалар, олардың ата-аналары болса да, оларды да жұмылдыра отырып, қазақ халқының салт дәстүрлерін жақсы білуге, қазақтың ұлттық мәдениеті мен әдет-ғұрпының тәрбиелік мәнін түсінеді, ұлттық салт дәстүр мен ғұрпын қастерлейді, елін, жерін ойлайтын саналы тұлға қалыптасады деген ойдамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұбаныш ағай, келесі слайд. Достарыңызды басып қойсаңыздар, өтініш. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Алматы облысы Іле ауданы Нұрғиса Тілендиев ауылында қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Қалқабаева Гүлжан Қанатбековна боламын. Менің сіздерге ұсынайын деп тұрған авторлық бағдарламам жалпы білім беретін мектептердің 10-шы сыныптарына арналған оқу сауаттылығына негізделген тапсырмалар жүйесі деп аталады. Авторлық бағдарламаның өзектілігі: авторлық бағдарлама оқытудың жаңа әдіс тәсілдерін ұсына отырып, жаңартылған білім беру стандартының мазмұнына сай құрастырылған. Жалпыға білім беретін стандарт ережелері білім мазмұнының бағдарламасына сай оқушылардың жас ерекшелігіне орай мәтінмен жұмыс жасаудағы дағдыларын дамыту көзделген. Бағдарламада қазақ тілі сабақтарында оқу сауаттылыққа жетелеудегі мәтінмен жұмыс жасаудың жолдары ұсынылып отыр. Функционалды сауаттылықты дамыту қазіргі заманның сұранысынан туындап отырған өзекті мәселе. Авторлық бағдарламамның мақсаты оқушылардың мәтінмен жұмыс жасау, оқу сауаттылығына деген білімдері мен мүмкіндіктерін дамытуды, мәтінді түсініп оқу, қабылдау, шығармашылық тұрғыдан ойлау, шешім қабылдай алу, талдау, дәлелдеу қабілеттерін жетілдіру мақсатын көздейді. Авторлық бағдарламаның міндеттері: ең алдымен мәтінді түсініп оқу, қабылдау, құрылыммен ажырата білу. Одан кейін кез келген ортада тілдік жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсе алу даярлығын білдіретін құзыреттілікті қалыптастыру жолдарын қарастыру. Мәтіннің интерпретациясы, түсіндіру, салыстыру, талдау, мәтінде сыни көзқарас, креативті ойлау таныту, шығармашылық тұлғаларда ойлау, шешім қабылдау, оқылым стратегиясын ойлау, сауаттылығын қалыптастыру, түрткі сұрақтарға нақты жауап береді, өз тарапынан сұрақ қоя алады деп міндет қойып отырмын. Бағдарламамның ғылыми жаңалығына тоқталатын болсақ, оқу сауаттылығына арналған тапсырмалар атты курс бағдарламасы оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалы және элективті курстарды әзірлеу және әдістемені қамтамасыз ету барысында барлық деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандартты басшылыққа ала отырып, оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалар мен элективті курстары сараптамадан өткізу және оларды жаңартылған білім мазмұны аясында әдістемелік қамтамасыз ету. Білім туралы заңында сәйкес әзірленген. Яғни бұны біз 10-11 сыныптарда элективті курс тақырыбы ретінде алуымызға болады. Зерттеудің нысаны: зерттеу ең бірінші өзіміздің мектебіміз, яғни Алматы облысының білім басқармасының Іле ауданы бойынша білім бөлімінің 26-шы орта мектебінің 10-шы сыныптарды алған болатынбыз.
Зерттеудің теориялық және практикалық маңызы. Ұсынылып отырған авторлық бағдарламаны жалпы білім беретін мектептердің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдеріне, оқушыларға, студенттер мен магистраттарға пайдалануға болады. Яғни оқу сауаттылығы қазір бізде тек қана ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде ғана емес, пиза тапсырмаларында және де мұғалімдер арасындағы аттестациядан өткен кезінде де оқу манағы мәтіндер беріледі, сол жерден оқу сауаттылығы бойынша тапсырмалар келеді. Бағдарламаның зерттеу дәрежесі жаңартылған білім беру бағдарламасының басым бөлігі сыни ойлауды қамтиды. Американдық психолог ғалымдар Керрол мен Блум таксономиясын оқыту жүйесінде кеңінен қолданысты. Сондай-ақ бағдарламада шетелдік отандық әдіскер ғалымдардың іргелі зерттеулері негізделінген. Авторлық бағдарлама функционалдық сауатты, яғни өмірмен шынайы байланысты және жан-жақты дамыған, қазіргі қоғамда өзекті деп танылып отырған тілдік дағдылары қалыптасқан тұлғаны дамытудағы мақсат етеді. Зерттеу әдістері, яғни мәселені зерттеу, жауап іздеу, мәселені талқылау, ой қорытындылау, жағдаяттағы оқыту, мәтіндік талдау, жинақтау, сипаттау, пайымдау, қорытындылау, интервью, сұхбат, пікірлесу, сауалнама, тест, бақылау, тест, эксперимент арқылы нәтижелер шығару, қорытындылау және зерттеудің негізгі әдістері болып табылады. Зерттеудің болжамы. Егер оқушыларға қазақ тілі сабағында оқу сауаттылығына жетелейтін мәтінмен жұмыс жүргізу жолдары тиімді ұйымдастырылса, мәтінмен жұмыс жасаудың ғылыми әдістемелік негіздері айқындалып, тапсырмалар үлгісі ұсынылса, тұлғаның функционалды қабілеті дамиды. Оқушылардың қоғамға бейімделуіне, алған білімін тәжірибеде қолдануына жол ашады. Оқырмандық қабілеті арта түседі. Пәнаралық байланыс. Яғни оқу сауаттылығына бағытталған авторлық бағдарламада бағдарламаның өзі 34 сағатқа берілген және жұмыс дәптері бар. Сол жерде қай пәндермен байланысты? Яғни тарих, өлкетану, ағылшын тілі, биология, география сияқты өзге пәндермен тығыз байланысты. Бағдарлама оқушылардың өз ізденістермен білім алуына, функционалдық сауаттылығын арттыруға негіздейді. Бағдарламаның маңыздылығы тапсырмалар оқушылардың сабақта сауатты оқу, ой қорытындысын жасау, дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жинаққа енгізілген мәтіндер мен тапсырмаларда оқушылар білім деңгейінде мүмкіндігіне қарай пайдалана алады. Қазақ тілі пәні бойынша ұсынылып отырған бұл мәтіндер жинағы жалпы орта негізгі білім беретін мектептің 10-шы сыныбының қазақ тілінен ұбт-ға дайындыққа көмекші құрал қызметінде пайдалануға болады. Күтілетін нәтиже. Ой өрісі ұлттық құндылықтарға негізделген ұлтжанды ұрпақтың болмысы қалыптасады. Мәдениетіміз бен әдебиетімізді қастерлей білетін терең түсініктері қалыптастырады. Туған тілін құрметтейтін, ұлтымыздың құнды қастерлейтін, білетін, тілін, қадірін дәріптейтін тұлғалар қалыптасады. Әдеби шығармалар мен төл тарихымыздағы өздігінен қызығып оқитын дағдылары қалыптасады. Мектепте алған білімін өмірде қолдана білетін, білікті, дағдылары негізделген адами тұлға қалыптасады және коммуникативті жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді орынды қолданатын тұлғалар қалыптасады деп санаймын. Назарларыңызға рахмет. Менің ұсынылған авторлық бағдарламам осы. Рахмет, өтініш. Байланысты видеоларыңызды қоссаңыздар, өтініш. Видеоларыңызды қоссаңыздар, қазір кішкене біз запись жүргізіп. Құрметті әріптестер, жалпы семинарға қатысушы Алматы қаласы, Жетісу, Наурызбай, Алатау ауданы, сонымен қатар арамызда Алматы облысы Іле ауданынан да әріптестеріміз үлкен рахмет айтамын. Жалпы қазіргі заман мұғалімі өтініш аудиоларыңызды өшіріп қойыңыздар, звуктарыңызды. Жалпы қазіргі заман мұғалімі бұл рухани дамыған, әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман, яғни өзін өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға екенін бүгінгі семинарда тағы да дәлелдей түстіңіздер. Осымен инновациялық
авторлық бағдарламаларды білім беру жүйесіне енгізу, тәжірибе, нәтижелер, болашақ атты ғылыми тәжірибелік семинарымыз өз мәресіне жетті. Аяқталмас бұрын осы аталған аудандардан әріптестерімізден кері байланыс сұрап кетсек, әріптестер, өздеріңізге сөз кезегі. Алатау, Жетісу аудандарынан, Наурызбай аудандарынан қатысып отырған әріптестер, облыста сөйлейміз десеңіздер, өз пікірлеріңізді бүгінгі семинарға айтып өтсеңіздер. Қайырлы күн, құрметті Жетісу ауданы әріптестерім. Бүгінгі сіздердің мені бастан аяқ осы бөліскен семинарларыңызға қатыстық, бағдарламаларыңызбен таныстық. Әріптестер өте керемет қорғады. Болашақта енді осы іс тәжірибені ары қарай біздің өзіміздің де мектебімізде бөлісуге қаншама мұғалімдеріміз қатысты, ой бөлісіп жатыр қасымызда отырып. Сіздерге сәттілік өте керемет өтті. Бағдарлама, семинарларыңыз жоғары деңгейде өткеніне ризамын. Рахмет, Ғалия Ұзаққызы. Тағы да әріптестер іштеріңізден бар ма? Жұбаныш ағай, записті аяқтасаңыз болады, иә? Жақсы, рахмет бүгінгі семинарға. Шолпан апай, Падлетті қосайын ба? Падлетті қосайын ба? Рахмет сіздерге, әріптестер. Сәттілік тілейміз. Әріптестер, Жетісу ауданы 143 мектеп. Мына семинарларымызға мен арасында ұжым бойынша бізден қатысып жатыр. Және сонымен қатар өзім таныстыра кетейін. Алатау ауданы 41 мектептің оқушы жөніндегі орынбасары Ишан Айжан Есіркепівна боламын. Бүгінгі тәжірибе алмасу, мына авторлық бағдарламамен жасап жатқан семинарларымыз өте керемет. Кері байланыстарымызды да беріп жатырмыз. Соның ішінде бастамасы ретінде басшыларыңыз Айтуғанұлы Өміржан бе қандай еді? Өмірбек Айтуғанұлы. Иә, сол кісінің несіне жобасына қатысып тыңдадым. Өте керемет. Ол жерде жобаның жаңағы шетел елдермен бара отырып, солармен салыстыра отырып, біздің өзіміздің Қазақстанға ала отырып, жобаны кірістіріп, бұл жерде оқушылармен жасалған жұмысқа қызығушылығын артыру, және сонымен қатар ата-ананың мектепке тарту, үш тілдік немен шодақты біріктірген бойынша болыпты. Бұл жерде және сонымен қатар жаңағы мұғалімдердің де тәжірибе алмасы өте керемет болды. Сіздердің мына жасап жатқан авторлық бағдарлама семинарларыңызға алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Осы жобаның бәрі алдағы уақытта іске ассын деп тілеймін. Және сонымен қатар сіздердегі Жолдыбаева Дариға апайдың сабағына қатыстым химиядан, өте керемет. Биологиядан қатыстық Әсем Жүнісованың сабағына. Одан кейінгі информатикадан Жұбаныштың несіне сабағына қатыстық. Сабақтары өте керемет. Мынау қазіргі авторлық бағдарламаның өзекті мәселелері айтылып жатыр. Қазіргі уақытта мынау биылғы аттестация бойынша беріліп отқан тақырып болып тұр ғой, негізгі өзекті болып. Қазіргі уақытта авторлық бағдарламаларды тәжірибе алмасу ретінде. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мынау семинарларымыз осындай көбейе берсін алдағы уақыттарда. Мынау аттестациядан өтулеріңізге де сәттілік тілеймін. 143 мектептің, Сүйінбай атындағы мектептің, лицейдің ұжымына алдағы уақытта бағдарламаларыңыздың бәрі осындай биіктен көрініп, республикалық және халықаралық деңгейде де өте берсін деп тілек білдіргім келеді. Өте керемет өтті. Рахмет сіздерге. Рахмет, Айжан апай. Медеу ауданынан сөйлейтін әріптестеріңіз бар ма екен? Жақсы, рахмет. Ол кісілерде жиналыс болып жатқан сияқты, тоже педагогикалық кеңес деген.
Дегенмен де біздің жаңағы Zoom семинарымызға қатысып берген әріптестердің барлықтарына рахмет айтам. Бағдарламаларыңыз өз деңгейінде, яғни білім беру саласында өз нәтижесіне жетіп, барлығы қолданысқа өз деңгейінде таратылады деген үміттемін. Рахмет бүгінгі семинарға қатысқан. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет баршаңызға. Жанат ағай видео записьте.